қазақ тілі мен әдебиет факультетіне түсіп, оны 1960 жылы тамамдап ауылға оралған. Сол жылдан бастап номер 8-ші Жетіқоңыр орта мектебінде орыс тілі мен әдебиет пәнінен сабақ берген. Мінәжат Ибаділдаұлының берген білімі мен өнегесі, ақыл парасаты әрбір оқушы үшін асыл қазына. Санамызға ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын, арманға жетелейтін, қазақы намысымызды оятып, ер жүректікке тәрбиелейтін шамшырақ ұстаз. Ол қазақ КСР ағартушысының үздік белгісімен, КСРО халық ағарту министрлігінің құрмет грамоталарымен марапатталған. 1965 жылы осы мектептің директорына сайланып, 14 жыл бойы мектепті басқарған. 2003 жылы зейнеткерлікке шықты. Өмірден түсінгенін шәкірттерге білімнің қыр-сырын үйрете жүріп, өзі де өмірден тәлім ала отырып, жыр жолдарына толыстыра білген, ақындығы да мол болатын. Оның дәлелі Үшқиян баспасында жарық көрген «Сырымды менің кім білген» өлеңдер жинағы. Мінәжат Ибаділдаұлы өлең жазуды студент кезінде бастаған. Отбасының қамқоршысы, ардақты да бола білген асыл азамат. Мыңқайып Мінәжат Ибаділдаұлы үлгілі отбасының тірегі еді. Мінәжат Ибаділдаұлы өмірлік жары Аппазова Күлзия Аппазқызы екеуі 1961 жылы отбасын құрып дүниеге 6 бала әкелді.